Қысқасын айтқанда, мені лақтырып кетті. Бүгін дүйсенбі, наурыздың 28-і, сағат 12 болды. Мен ұйқыдан еніп тұрдым. Түскі 12-ге дейін ұйқымды қандырдым. Ұйықтап болған соң, не істерімді білмей, үйдің ішінен ары-бері айналып жүре бердім. Мен ұзақ отырып, маған бір идея келді. Досыма барып келейін. Досымның үйіне келіп қалдым. Досымның үйіне жеткен соң, досымды шақырдым. Бақа! Бақа, әу, Бақа! Біраз уақыттан кейін ол маған боқтап жауап бере бастады. Бақа менің ең жақын досым. Көрініп тұрған шығар. Мен үйге келген соң ұйықтадым, Майнкрафт ойнадым, және сабақ оқыдым. Соңғы жағы өтірік болып кетті енді. Және де біраз уақыттан кейін мен lochatron.ru деген сайттан компьютер заказа жеттім. Мен үйдің ішімен жүріп күте бастадым. 2 сағат күттім. Тағы да біраз уақыт жүре бастадым. 4 сағат күттім. Тағы да кішкене жүре бастадым. Мен 6 сағат күттім. Оларды күтіп шаршаған соң, оларға звондай бастадым. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Мені лақтырып кетті. Қысқасын айтқанда, мені лақтырып кетті. Және достар, сендерге Айдос KZ деген каналда ұсынғым кеп тұр. Өте керемет канал, Майнкрафт туралы, Free Fire туралы жер түрлі хайлаттар түсіреді. Каналында 28 подписчик бар екен. 100-ге смело жеткізіп тастайық. Достар, сендерге тағы да Саянчик Майнкрафт деген каналда ұсынғым келіп тұр. Майнкрафт туралы керемет видеолар түсіреді. Каналына тіркеліп, 100 подписчик болғанда смело жеткізіп тастайық. Және достар, сендерге Нурик Майнкрафт деген каналда ұсынғым кеп тұр. Бұл жаңа ютубер. Бұл каналға да 100 подписчик жеткізіп тастайық. Майнкрафт туралы керемет видеолар түсіреді. Және достар, сендерге тағы да айтқым келетіні, бұл видеоға мен өзімнің көптеген күштерім салдым. Бұл видеоны түсіру өте қиын болды. Осы еңбегімді бағалап, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тағы да достар, сендерге айтарым, егер де каналда 200 под жиналса, мега конкурс болады. Алдыңғы конкурстан да үлкен конкурс бізде болады. Ал сіздермен бірге болған Мимико, видеоны алса каналға тіркеліп лайк басып кетейік. Аман, сау болыңыздар.